Бұхара жырау Қалмақанның ұлы 1668-1781 қазақтың көрнекті жырауы, би, мемлекеттік қайраткер. Ол Абылай ханның кеңесшісі болған. Ел бірлігі, бірлік пен татулық, ерлік, отанды сүю тақырыптарында терең мазмұнды жырлар шығарған. Бұхара жырау шығармалары арқылы сол дәуірдің саяси, әлеуметтік өмірі бейнеленеді. Ол жыраулар дәстүрді жалғастырып, кейінгі ұрпаққа мол рухани мұра қалдырған. Бұқар жыраудың ерліктері ақыл-парасаты мен ел бірлігін сақтауға қосқан үлесі арқылы көрінеді. Ол Абылай ханның кеңесшісі болып, маңызды саяси шешімдерге ықпал етті. Жырау жоңғар шапқыншылығы кезінде елді бірлікке шақырып, рух беретін жырларымен қолдады. Ел арасында туындаған даулар шешуде әділ төрелік айтып, халықтың сеніміне ие болды. Қазақтың тәуелсіздігі мен тұтас бірлігін сақтау жолында хан мен қараны татулыққа үндеді. Оны өлең толғауларда ұлт рухын көтеріп, кейінгі буынға үлгі болды. Бұқар жырау түс жыраудың шебері болған. Ол тек жыршы ғана емес, ерекше көрегендігімен, түс жоруы арқылы болашақты болжау қабілетімен де танылған. Абылай хан, басқа да билер, батырлар түстерін жырауға жортқан. Бұқар жыраудың жоруы дәл келіп отырған жағдайлар тарихта жиі кездеседі. Мысалы, бірде Абылай хан жаман түс көріп, оны Бұқар жырауға айтып береді. Жырау оны терең мағынамен жорып, ханға сабырлы болуға кеңес береді. Көп ұзамай елге қауіп төнгенде жыраудың айтқаны айна қатесіз келеді. Бұқар жырау хан сұлтандардың ел мүддесіне қайшы келетін саясатын да қатты сынға алып отырған. Ол патша өкіметтерінің түпкілікті мұраты отарлық саясат екенін де нақты пайымдаған. Шығармаларында өзі өмір сүрген заманның қилы тағдырлары, жоңғар шапқыншылығындағы күрес жолдары айқын байқалады. Келешек ұрпаққа ақыл-ой, адамгершілік тәрбиесін беруге де ерекше көңіл бөлген. Шешендік өнері арқылы жастарға күш-қуаттары мол кезінде көздеген мақсатына қол жеткізіп, әрекет ету керектігін айтып отырған. Белгілі жырау 1781 жылы Баянауылда Далба тауының етегінде қайтыс болған.